Бауырсақ. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бірде шал: "Бүгін маған дәмді бауырсақ пісіріп берші" дейді кемпіріне. "Ұнның біткені қашан? Бауырсақты неден жасаймын?" "Қаптың түбін қағып, орнын сыпырсаң, біраз ұн да жиналып қалар" деді. Сонда шал: Кемпір қаптың түбін қағып, төгілгенін сыпырып, екі уыстай ұн жинайды, оған қаймақ қосып қамыр илейді. Сонан соң оны майға қуырады. Піскен бауырсақты терезе алдына суытып қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ терезеден жерге домалап түсіп, кемпір мен шалдан қашып кетеді. Домалап келе жатып, ол қоянды кезіктіреді. Қоян бауырсаққа: "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін" дейді. "Мені жеме қоян, мен саған өлең айтып берейін. Мен бауырсақ, бауырсақ, қаптың түбін қағып ап, апам екі уыс ұн жинап, қаймақ қосып, шылап, ыстық майға қуырып, терезеге қойып суытқан. Мен атамнан қаштым, апамнан да қаштым, ал сенен қашу қоян, қиын емес маған" деп бауырсақ домалай жөнеледі. Қоян аң-таң болып жолда қалады. Қояннан құтылған бауырсақ домалай-домалай орманға жетеді. Ойламаған жерден алдынан бір сұр қасқыр шыға келеді. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін" дейді. "Жемеші мені қасқыр, мен саған өлең айтып берейін" деп ол әндете жөнеледі. "Мен бауырсақ, бауырсақ, қаптың түбін қағып ап, апам екі уыс ұн жинап, қаймақ қосып, шылап, ыстық майға қуырып, терезеге қойып суытып, мен атамнан қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, босқа тұрсам ұмытылармын, қасқыр сенен де құтылармын" деп бауырсақ домалап кете барады. Қасқыр аңтарылып артта қалады. Сол домалаған қалпы ол қорбаңдаған аюға жетіп тіреледі. Аю: "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені қазір жеймін" дейді ақырып. "Тоқтай тұр аю, одан да менің өлеңімді тыңда", мен бауырсақ кідірместен әндете бастайды. "Мен бауырсақ, бауырсақ, қаптың түбін қағып ап, апам екі уыс ұн жинап, қаймақ қосып, шылап, ыстық майға қуырып, терезеге қойып суытқан. Мен атамнан қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Аюға келді кезек, одан да қашу керек" деп жолын жалғастырады. Осылайша бауырсақ аюдан да құтылады. Аңқау аю аузын ашып қала береді. Алаңсыз домалап келе жатқан бауырсақ енді қу түлкіні кезіктіреді. Бауырсақты көріп қуанып кеткен түлкі: "Амансың ба бауырсақ? Өзің қызарып әдемі-ақ болып кетіпсің" дейді қулана. Бауырсақ мақтаныштан әнін бастап жібереді. "Мен бауырсақ, бауырсақ, қаптың түбін қағып ап, апам екі уыс ұн жинап, қаймақ қосып, шылап, ыстық майға қуырып, терезеге қойып суытқан. Мен атамнан қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым. Түлкі, қазір сенен оңай қашып кетем". "Әнің жақсы екен" дейді қу түлкі. "Бірақ мен қартайдым, құлағым дұрыс естімейді. Тұмсығыма шығып, өлеңіңді қайта айтшы, жақсылап тыңдап алайын". Мақтау сөзге елпілдеп кеткен бауырсақ ойланбастан түлкінің тұмсығына домалап мініп әндете жөнеледі. "Мен бауырсақ, бауырсақ, қаптың түбін қағып ап", сол-ақ екен, қу түлкі оны ап деп жеп қояды. Қарнын сипап бір тояды.